Армысыздар ағайын. Осы бейнероликте құтты мекен мобильді қосымшасы арқылы қандас мәртебесіне өтініш беру тәртібін түсіндіреміз. Ол үшін келесі қадамдарды орындау керек. Құтты мекен мобильді қосымшасын ұялы телефонға жүктеу. Авторизация бетінде тіркелу батырмасын басыңыз. Аты жөні, телефон, электронды пошта, ел, құпия сөзді жазыңыз. Тіркелу батырмасын қайтадан басыңыз. Поштаңызға тексеру коды бар хат келеді. Егер кіріс шашыңызге келмесе, спам қалтасын тексеріп, алынған кодты енгізіп, құтты мекен мобильді қосымшасына кіру қажет. Егер сұрақтар туындаса, басты беттің жоғарғы оң жақ бұрышындағы WhatsApp белгішесіне өтіп, техникалық қолдау көрсету қызметіне жүгінуге болады. Деректер толтырғаннан кейін тексеру жағдайы көрсетіледі. Осы жерде күйді тексеру батырмасын басыңыз. Ашылған жаңа парақшаға жеке құжатыңызды телефон арқылы сканерлеңіз, немесе аты жөніңізді қолмен теріп жазыңыз. Қандас мәртебесі расталды, төмендегі өтінімді толтырыңыз деген хабар келген соң, қандас мәртебесін алу үшін өтінімді толтыру бастырмасын басасыз. Қонақтар карточкалары бетіне өттіңіз. Осы жерде келесі мәліметтерді толтыру қажет. Әрбір бөлімге өтіп, деректерді толық толтырып шығу қажет. Негізгі дербес мәліметтер бөлімінде көшу мақсатын дұрыс таңдаңыз. Отбасымен бірігу үшін, жұмыс берушілердің шақыру бойынша, Қазақстан Республикасының үкіметі айқындаған қандастарды қоныс аудару үшін, бейімделу бағдарламаларының шарттарына келісімі бойынша, Қазақстан жоғарғы оқу орындарында оқитын этникалық қазақтар, студенттер үшін. Келесі бөлімдерге өтіп, деректерді толтырыңыз. Туған жері, тұрғылықты жері, тіркелу мекенжайы, жоспарланған тұрғылықты мекенжайы, жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, жалпы мәліметтер. Жалпы мәліметтер бөлімінде келесі құжаттарды жүктеу қажет. Өмірбаян, қолмен жазып құтты мекен мобильді қосымшасына салу. Паспорт шет тілінде болса, қазақ немесе орыс тіліне аударып, нотариалды расталған көшірмесін салу. Жеке басын куәландыратын құжаттарда ұлты жазылмаған жағдайда өтініш берушінің ұлтын растайтын басқа да құжаттар болу керек. Ұлтын растайтын құжаттармен қосып, келу мақсаты отбасымен қауышу болған жағдайда Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматпен туыстығын дәлелдейтін құжаттар, әке-шешелердің туыстығын дәлелдейтін құжаттарды салу. Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын туысының жеке меншік жылжымайтын мүлігі бар екендігі туралы, немесе тұрғын үй меншік иесі болып табылмаса, өтініш берушінің тұруынан нотариалды куәландырылған келісім құжат. Туыстың мәліметтері бөлімін толтырыңыз. Сізді қабылдайтын Қазақстан Республикасының азаматының жеке куәлігінің мәліметтері. Жоғарыда барлық деректерді толтырғаннан кейін отбасы мүшесі болған жағдайда отбасы мүшесін қосыңыз деген батырманы басып, олардың да құжаттарын салыңыз, немесе деректерді қолмен теріп жазыңыз. Отбасы мүшелерінің құжаттары: балалардың туу туралы куәліктері, паспорттардың аудармасы, неке куәлігі, тағы басқа да құжаттар. Шет тілінде болса, қазақ тіліне аударып, нотариалды расталған көшірмесін салыңыз. Барлық құжаттарды салып, деректерді толтырғаннан кейін өтінімді жіберіңіз батырмасын басыңыз. Өтінішіңіз өңделуде деген хабарлама шығады. Жіберген өтінішіңіздің жай-күйін білу үшін менің өтініштерім бөлігіне өтіп, тексеруге болады. Қандас мәртебесі төмендегі шарттарды ескере отырып беріледі. Қазақстан Республикасы үкіметімен белгіленген өңірлерге қоныстандыру үшін, демографиялық дамуға қажеттілік бар ауылдық елді мекендерде, ауылдық және облыстық қалаларда қоныстандыру үшін, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын өтініш берушінің отбасымен немесе жақын туыстарымен қауышу үшін, жұмыс берушілердің шақыру бойынша және Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарында оқитын этникалық қазақтар үшін. Қандас мәртебесін берудің қарастыру мерзімі 35 жұмыс күн. Қосымша сұрақтар бойынша Отандастар қорының қандастарды ақпараттық қолдау орталығының байланыс орталығына тегін хабарласыңыздар.